Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Дала күнделігі және сіздермен бірге Құралай мен Гүлназ. Бізде біраз уақыт болды эпизод жазбағанымызға, бірақ бүгінгі тақырыбымыз өте маңызды, себебі әр әлеуметтік жұмыс неше түрлі топтармен жұмыс істейді. Ол топтарды біз қысқаша айтқан кезде стейкхолдерлар деп атаймыз. Яғни бүгінгі эпизодымыздың мақсаты сол топтармен қалай жұмыс істеу керек екенін, олардың анықтамасы, олардың кім екені, сіздердің жобаларыңыз үшін ол не қандай мағына білдіретіні туралы айтып кетеміз. Сол үшін ұзаққа созбай Құралайдан сұрағым келеді. Құралай, егер стейкхолдер деген сөзге анықтама беріп кетсең, олардың қандай түрлері, әсіресе әлеуметтік жобаларға байланысты қандай түрлері бар, және олар неге маңызды екенін айтып өтсең. Көп рахмет, Гүлназ. Бәріне сәлем. Расымен көп болды жазбағанымызға, бірақ менің ойымша осы тақырып ол өте андай практикалық тұрғыдан да маңызды, және кейде өзіміз идеямызға қатты мәз болып жұмысты істеп бастап кеткен кезде жан жағымызда осы тақырыпқа қатысты тағы да басқа қандай адамдар бар, олармен қалай қарым-қатынасқа түсу керек деген сұраққа жауап іздемей қалатын секілдіміз. Сондықтан бүгінгі эпизодымыз пайдалы болады деген үміттемін. Өйткені өзім де кейде сондай қателіктер жіберген кездерім болған. Кейде бір стейкхолдерларды еске аласың, екіншісін ұмытып кетесің дегендей. Ал енді стейкхолдерлар кім дегенімізде, енді біз әлеуметтік жобалар туралы айтатын болсақ, әлеуметтік өзгерістер туралы айтатын болсақ, біз база ретінде біздің челленджді аламыз, біз қандай бір жүйелі қиындықтарға жауап іздегіміз келеді, және сол жауапты өзіміз жобамыз секілді жасаған кезде осы жүйелі проблема оның аясында, ол экожүйеде, экосистемада қандай адамдар бар деген сұрақ қою керек, және қандай адамдар бұл проблемадан зардап шегіп жатыр, немесе бұл проблемаға қатысы бар, немесе бұл проблеманың осындай болуына әсер ете алады, немесе әсер етіп жатыр деген сұрақ қоямыз да stakeholders mapping жасаймыз. Олардың картасын саламыз. Мысалы, ортасында дәл сіздер айтқан проблемадан шынымен де бір зардап көріп жатқан адамдардың толықтай оларды анықтап жазамыз. Кейде оларды бенефициарлар деп айтып жатады. Ол бірінші түрі. Одан кейін бенефициарлардың қасында тағы да басқа балама бенефициарлар болады. Ол бенефициардың комьюнити. Мысалы, сіздердің шешіп жатқан проблемаларыңыздың басты бенефициарлары бала болса, балаларға балама тұрғыдан әсер ететін адамдар кімдер, және солармен де сіздер серіктес болуға енді міндеттісіздер. Ол ата-аналар болуы мүмкін, ол баланың отбасысы болуы мүмкін, мұғалімдер болуы мүмкін, тағы да басқа. Ол бенефициар және бенефициардың комьюнити. Келесі, біз кез келген проблемаға енді жүйелік тұрғыдан қарайтын болсақ, көбіне біз өзіміз жалғыз ол дүниені шешуге күшіміз жетпеуіміз мүмкін, жоба ретінде. Сондықтан біз әртүрлі ресурс көздерін қараймыз. Сол ресурс көздерін қараған кезде бірінші мезетте әлбетте біз серіктестерді іздейміз. Серіктестерінде негізі әр түр болады. Олар да стейкхолдерлар, олар донорлар болуы мүмкін, тағы да басқа серіктес форматтары болуы мүмкін, басқа бір үкіметтік емес ұйымдар болуы мүмкін, сіздерге скейлингті жоғарылату үшін көмектесетін стейкхолдерлар болуы мүмкін, донор, серіктес, оны бір жаққа жинауға болады. Олардың барлығы сіздердің тікелей жобаларыңыздағы мақсаттарға жетуге көмектесетін жақ деп айтуға болады. Адамдар, компаниялар ма, ұйымдар ма, бәрібір. Одан кейін тағы да бізде келесі бір стейкхолдерлер бар. Стейкхолдер бар. Ол стейкхолдер кез келген, менің ойымша, проблеманы, жағдайды қарастыратын болсақ, ол жүйелік тұрғыдан бұған әсер ететін немесе жауапты институт деп айтуға болады. Ол мемлекет, мемлекеттік органдар, акимат болсын, министрлік болсын, бұл жерде сіздердің шешіп жатқан сұрағыңызға байланысты. Мысалы, ол балаға қатысты болса мүмкін бала құқық комитеті, немесе оқу басқармасы деген секілді тағы да басқа мемлекеттік органдармен жұмыс. Тағы да негізінде маңызды ауэрнесті көтеретін, сізге осы сұрақта адвокацияға жет болатын болса, менің ойымша тіпті ең басты стейкхолдерларыңыздың бірі ол медиа болуы да мүмкін. Өйткені сіздер мысалы адвокациялық жұмыс жасап жатуыңыз мүмкін. Одан кейін қоғам туралы да айтуға ұмытпау керек. Әлбетте үлкен бір
жалпылама тұрғыдан қоғам туралы айтатын болсақ, ол сіздердің басты стейкхолдерлеріңіз болмауы мүмкін. Алайда егер сіздерге волонтер қажет болса, және волонтерлер сіздің жобаңыздың мақсатқа жету аясында үлкен бір рөл атқаратын болса, қоғамның ішінде волонтер бола алатын адамдар, олар да сіздердің стейкхолдерлеріңіз болуы мүмкін. Енді бұл стейкхолдер мәп жаңағы картасын салу неліктен маңызды дейтін болсақ, біріншіден біз кейде осы стейкхолдер мапты салмағандықтан және біздің жаңағы стейкхолдерларымыз кім екенін білмегендіктен жобаны іске асыру аясында андай портфолиода дейді ғой, филтрипта не проблемалар болып қалады. Мысалы, бір іс-шараны жасап бастадыңыздар, акиматқа айтпапсыздар, ал балаларды өйтіп алып шығуға болмайды, немесе келіп мектепте бір іс-шараны жасап бастадыңыздар, оның ата-аналарына айтпапсыздар балаларын, олар келіп шағымданып жатыр деген секілді сондай моменттер болып қалуы мүмкін. Олар кішкентай да болуы мүмкін, үлкен де болуы мүмкін, иә. Олар тек қана негативті болу міндетті емес. Кейде сіздер ол стейкхолдер мәппинг жасамағандықтан сіздер үлкен бір мүмкіндіктермен бүгінде қоғамдағы немесе институционалды аджендаларды түсінбей қалуыңыз мүмкін. Және өзіңіздің жаңағы шешкіңіз келіп отырған, ниеттеніп отырған проблемаңызға көбейіңіздің жаңағы масштабын өсіре алмай қалуыңыз да мүмкін. Бұл жерде негатив әсер де болуы мүмкін, иә. Кейде андай мүмкіндіктеріңізді де жоғалтып алуыңыз сондай жағдайда болып қалады. Вот. Сен қалай ойлайсың, Гүлназ, не қосар едің айтқаныма? Иә, рахмет Құралай, осындай анықтама бергенге. Негізі тағы да бір қосарым мүмкін, жаңағы осы сіздер жұмыс істеп жүрген саладағы басқа да әлеуметтік жобалар, олар да сіздердің стейкхолдерларыңыз болуы мүмкін. Және сол жобаның қалай жүруіне тікелей болмаса да әсер ететін топтарды да стейкхолдерлар ретінде қарастыру керек. Себебі кейбір стейкхолдерлар сен жаңа айтып жатқандай, жаңа стейкхолдер маппингтің екінші этапы ол анықтау, иә, кім сіздің жағыңызда, кімде жаңағыдай нейтральный позицияда, иә, кім сізге қарсы соны да түсіне білу дұрыс сияқты. Осы топтардың яғни сіздің әлеуметтік жобаңыздағы бүкіл топтардың рөлін түсіну және оларды қалай сіздің осы жобаңызға әсер ететінін жаңағыдай проекциялау, білу дұрыс сияқты. Яғни және де мен де осы стейкхолдер маппинг жасаған кезде есімде профессорым сұрақ қойған, мысалы қай топ сіздерге ең маңызды деп ойлайсыздар деп. Әрине әр топ маңызды, бірақ та осы көбінесе әлеуметтік жобаны жасаған кезде кім сіздің жаңағыдай жағыңыздағы адамдарға, топтарға мән беретін сияқты, немесе жаңағы кім оппозицияда сияқты, соған мән беретін сияқты. Бірақ та шынында жаңа нейтральный позициядағы топтарға өте көңіл бөлу керек деген есімде қалып қалған. Себебі ол кісілердің бір нақтылап қалған бір позициясы жоқ, бірақ сіздер оны сіздердің жаңағыдай қамқоршыларыңыз сіздердің жаныңызға қаратып алуға мүмкіндік бар топтар, соларға да бір мән беру керек деп ойлаймын. Сол жағын айтып қосқым келген. Иә, рахмет Құралай. Керемет, көп рахмет, Гүлназ. Мен қазір келесі сұрақты сен өзің тәжірибеңе сүйеніп, біліміңе сүйеніп жауап берсең деймін. Негізінде енді әлбетте кез келген жобаны әлеуметтік инициатива болсын, көптеген топтар андай волонтерлік тұрғыдан бастайды, ешқандай да бір қаражатсыз және солай істеуге дайын. Алайда бір жүйелі өзгерістерге келу үшін немесе масштабын біраз көбейту үшін, бёрнаут болмау үшін біз қаражат іздейміз, өз қаражатымызға істей беруге барлығын мүмкіндік болмауы мүмкін. Сондықтан бізде ең бірінші осы тарапта пайда болатын стейкхолдерлердің бірі ол донорлар. Осы донорлармен қарым-қатынас, жұмыс қалай құрылады, қандай принциптері бар, және осы үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына донорлармен серіктестік қалай әсер етеді, соны айтып бере аласың ба? Иә, рахмет Құралай. Ең бірінші мен айта кеткім келетіні, негізі донор дегенге анықтама берсек, ол жаңа сіздің жобаңызды
қаржыландыратын немесе басқа түрде қолдау көрсететін жаңағы топтарды айтамыз, иә, донорлар деп. Көбінесе қаржы жағынан біз қарастырамыз. А, ең бірінші одан кейінгі айтқым келетіні, негізі донорлар мен жаңа әлеуметтік жобалар арасында, немесе әлеуметтік жобаны жүргізетін топтар арасында бізде мүмкін басқа эпизодтарда айтып кеткен болатынбыз, бір мынандай кішкене пауэр жағынан теңсіздік болады бірден. Себебі алып жатқан кісі мен беріп жатқан кісі топтардың арасында сондай жаңағыдай қарым-қатынас құрылуы мүмкін. Және де көбінесе әлеуметтік топтар, мен өзім білем, менің командамның көзқарасынан ойлануы мүмкін, біз осы жаңағыдай зависимый, иә, тәуелді позициядан бастаймыз деген сияқты. Бірақ та мен айтқым келетіні, неге бұдан бастағым келді, себебі бұл негізі кішкене дұрыс емес сондай көзқарас деп ойлаймын. Себебі донорларға сіздердің жұмысыңыз да өте маңызды. Яғни егер сіздің проектіңіз жаңағыдай өз жүзесіне асып жатса, өз мақсаттарына жетіп жатса, ол донорларға деген өте үлкен бір жеңіс болып есептеледі. Себебі олар сіздің жобаңыз арқылы жаңағыдай әлеуметтік белгілі бір маңызды мәселеге қатысып отыр. Сол үшін сондай бір майндсеттен бастаған дұрыс сияқты донорлармен жұмысты. Бірақ әрине біздің бұл сфера сондай тарихи жақтан осындай power imbalance'дан басталғандықтан кішкене де андай көп адамдарда бұндай майндсет жоқ сияқты. Ең бастысы әрине донорлар оны түсіне білу керек. Себебі бұл серіктестік, иә, бұл андай бір тәуелді қарым-қатынас емес. Ең бастысы, ең бірінші әлеуметтік жоба топтары донорлармен қарым-қатынасты серіктестік ретінде тең тепе-теңді жаңағыдай бастамада қарастыру керек деп ойлаймын. Әрине донорлардың түрі болады. Ол контексті де дұрыс білу керек сияқты. Себебі кейбір донорлардың мақсаты мүмкін тек ақшаны ғана беріп қойып, жаңағыдай өздерінің отчеттарында мүмкін жазу керек шығар, иә, осындай біз жобаға көмектестік деп. Кейбір донорлар, олар өте жаңағыдай hands on болады, иә, жаңағы жұмысқа араласып, әлеуметтік жобаның жұмысына араласып, қалай кейбір кезде не жасау керек екенін айтқысы келетін донорлар болады. Кейбір кезде донорлар мысалға заявкада қалай жаздыңыз, тура солай проектті солай бітірген қалайтын донорлар болады. Кейбір донорлар жаңағыдай flexible болады, иә, олар түсінеді, мысалға on the ground, жаңағыдай далада жүрген кезде, жаңағыдай проектті жүзеге асырып жатқан кезде условиялар басқаша болуы мүмкін екендігін түсінетін донорлар болады. Сол үшін сол контексті бірінші білу керек сияқты. Бірақ та менің өзімнің ойымша донорлармен ашық қарым-қатынаста бола алсаңыздар, сол дұрыс сияқты. Себебі егер реалистік түрде қарасақ, әрине заявканы жазамыз, осындай мысалға есеп берген кезде біз барлығын жаңа идеалды түрде жасағымыз келеді. Бірақ та қоғамдастықтың контекстіне көңіл бөлу керек сияқты. Және де қандай челлендждар келіп жатқан туралы донормен уақытында бөлісіп тұру керек сияқты. Яғни олар сіздердің серіктестеріңіз. Идеалды түрде сіз сол өздеріңіздің сұрақтарыңызбен, челлендждарыңызбен донормен бөлісе алып, бірге талқылай алу мүмкіндігіңіз болса, ол тіпті бір керемет деп айта аламын. Себебі мысалға
олардың да мысалы олар осы сферада жүргендіктен өзінің менің ойымша а, ойларын қоса алу керек, егер шынында да осы жобаға жанашыр болса. Сондықтан менің өзімнің ойым донорлармен жұмыс істеу осындай, және де өзім бірақ та өзімнің тәжірибемде мен жақсы донорлармен де кездестім, жаман донорлармен де кездестім, орташа донорлармен де кездестім. Және жаңағыдай өзінің орнын жоғары деп санайтын донорларға әрине ол кішкене қорқынышты әлеуметтік жобаны жүргізіп жатқан кезде сіздікі дұрыс емес деп айту. Яғни сіздер ол жаңа серіктестіктен айырылып қалуыңыз мүмкін, ақшадан айырылып қалуыңыз мүмкін, бірақ та өзіңіздің бір қалай айтсам болады, бір условияңызды білу керек сияқты, қалай кіммен жұмыс істеу керек, жұмыс істейтініңізді. Себебі менде осындай жағдай болды, маған бір переговорлар қалай өткені ұнаған жоқ. Бірақ та менің шешкенім өз ойымды айту керек. Себебі бұлай жасаған дұрыс емес. Менен басқа да басқа әлеуметтік жобаларды бұдан жаңағыдай қиындықтарға тап болуы мүмкін. Сондықтан донорға менің ойымша сіздердің бұндай жаңағыдай тәсілдеріңіз дұрыс емес деп айтуды шештім. Яғни әрине бұл қарым қатынасымызды мүмкін кішкене өзгерткен шығар, бірақ та менің өз позициямды сақтап қалғаныма қуаныштымын. ә, ашық және де жаңағыдай жақсы донорлармен жұмыс істеген кезде менің тәжірибем оларға яғни айта алу, осындай бізде қазір командада мысалы осындай қиындықтар болып жатыр, проекттеріміз осылай жүріп жатыр деп толық ашық айта алатын донорларды мен жақсы донорлар деп есептеймін. Себебі олар да ойланып мысалы қандай қолдау көрсету керек екенін көрсетіп жатады. Нейтралды донорлар болса оларда менің ойымша бір қатты зиян келмейді. Тек жаңағыдай қолдауын көрсетіп қояды да ары қарай жүре беретін донорлар бар. Бірақ та менің ойымша ондай донорлармен ұзақ түрде қарым қатынасты сақтап қалу кішкене қиындау. Себебі олар мысалға жаңағыдай жобаны жасалды ма жасалды, содан кейін кетіп қалуы мүмкін ары қарай. Мүмкін ұзақ мерзімді бір қарым қатынасқа олардың мүмкін қызығушылығы болмауы мүмкін. Сол үшін менің ойымша донорлармен, негізі көп донорлармен, серіктестермен ұзақ мерзімді қалай айтсам болады, қарым қатынасты қалыптастыруды негізі мақсат ретінде алу керек. Егер сіздер үшін бұл серіктестік тепе теңді түрде жұмыс істейтін болса. Себебі жаңағыдай ол кісілер сіздердің тарихыңызды біледі, жобаның тарихын біледі, ары қарай басқа адамдармен таныстыра алады, жаңа мүмкіндіктерге келген кезде бөлісе алады, сіздің жобаңыздың қалай жақсаруына мысалы өздерінің ойларын айта алатын донорлар болса, олармен бірге жұмыс істеу менің ойымша өте жақсы түрде сіздердің әлеуметтік жобаларыңызға әсер етуі мүмкін. Сондықтан арасында осылай мысалы коннектедті алатын болсақ, біз жылына бір рет донорларды жаңа стейкхолдерларымыз бәрін жинап іс шара өткіземіз, өзіміздің жұмысымызға есеп береміз. Мен өзім жаңа фаундер ретінде арасында олармен созвон өткізіп тұрамын, апдейттарды беріп тұрамын. Осындай кішкентай бір механизмдер арқылы қарым қатынасты сақтап оның жаңағыдай жақсарып өрбуіне осындай кішкентай нәрселер әсер етуі мүмкін деп ойлаймын. Себебі мысалға сіздер ақшаны бір рет алып қойып жоқ болып кетсеңіздер немесе ақша біткеннен кейін мысалға түк бір отношенияны жаңа қарым қатынасты былай қалыптасуына егер әсер етпесеңіздер, менің ойымша олар ондай нәрселер бір андай
жаңағыдай magic ретінде олар бола салмайды. Негізі осындай қарым қатынас, ол басқа досыңмен қарым қатынас сияқты, ол жаңағыдай инвестицияны талап етеді. Сол үшін осыны да есте сақтап отыру керек сияқты. Мысалға америкалық қорлар көбінесе олар мысалы ньюслеттерлар арқылы донорларын, стейкхолдерларын информациямен бөлісіп отырады. Немесе жаңа әлеуметтік желілерде де бөлісіп отырады өзінің жаңалықтарымен. Осындай кішкентай механизмдерді донорлармен қарым қатынасты жақсарту үшін ұзақ мерзімде қолдануға болады. Керемет, рахмет Гүлназ. Және сен айтып жатсың ғой, енді оларда қаржы жағынан Power Dynamic басқа болуы мүмкін. Менің ойымша сол рискті алдын алу ретінде негізі осы донорлар картасын жасаған кезде донор портфелінің диверсификациясына ұмтылған дұрыс секілді. Кейде болады, бір донормен жағдайымыз жақсы болып алды, 99.9% ақшаны сол беріп отыр, бәрі жақсы, бәріне жетіп жатыр. Ол не деуші еді? Ол хикаяны жауып, басқа стейкхолдерлармен жұмыс істеп, жобамызды жасай берейік деп ойлап қалуымыз мүмкін. Бірақ менің ойымша негізінде бұл стейкхолдерлардың андай картасын осы жақ стейкхолдерлардың картасымен жұмысты үнемі жасап, диверсификацияға келген жөн секілді. Өйткені біріншіден сіздер бұл компаниялардың жағдайын білмейсіздер, иә, бүгін жақсы болып тұруы мүмкін, ертең жағдайлары сіздердің мемлекеттеріңізде жаман болып қалуы мүмкін. Екіншіден, егер ол транснационал компания болса, немесе андай халықаралық бір ұйым болса, бүгін сіздердің елдеріңізде бар ма, ертең жоқ па, оны да білмейсіздер. Сондықтан бұл жерде портфель диверсификациясы мен үшін өте маңызды секілді. Және донорлармен қарым-қатынас, жаңағы үлкен қаржы көздері туралы айтатын болсақ, үлкен қаржы көздері және үлкен бизнестер сіздердің стейкхолдер картаңызда болатын болса, мемлекеттегі саяси жағдай үлкен әсер ететін секілді сіздердің қарым-қатынастарыңызға, және сіздердің ұйымдарыңыздағы көшбасшылардың саяси көзқарастары нейтрал ма, әлде оппозит па, әлде про пауэр ма бүгінгі күні, иә. Сондықтан кейбір донорлар, енді мен өзім тәжірибемде, иә, бұған да қатты назар аударады. Қаншалықты сіздердің ұйымдарыңызда, енді әр жұмыс істейтін адам емес, жаңағы ұйымды басқарып отырған адамдар, мысалы өзі үлкен бір бизнес өкілі болса, оған егер біз аутократты мемлекеттер туралы айтатын болсақ, онда ол донорларға мысалы сіздердің минимум нейтрал саяси көзқарастарыңыз өте маңызды болуы мүмкін. Осыған да қараңыздар, немесе басында олар айтпаса, ертең жағдай шүйле келетін болса, олар сұрайды, бүйтіп жазбаңыздаршы парақшаңызға, көріп қалдық, әйтпесе біз ақша бермейміз. Бұл да енді қарым-қатынас, иә, сол кезде сіздер оларға қалай жауап бересіздер, соны да ойланып көріңіздер. Қаншалықты сіздердің ақша алғыларыңыз келіп отырған, картаңызда пайда болған бизнес өкілі президенттің қасында көп жүре ме, жоқ, аз жүре ме, сол сұраққа да негізінде жауап беріп, жаңағы Гүлназ айтты ғой, сараптама жасап, мәппинг жасаймыз деп. Сол кезде ол адамдар кіммен көп сөйлеседі, қай жерде жүреді, не дейді, соған да негізінде назар аударған жөн. Өйткені ол кісілердің құндылықтары, ол кісілердің приоритеттерін түсінесіздер, және қаншалықты сіздер ұзақ мерзімде бірге жұмыс істей аласыздар. Және екінші қосқым келетін нәрсе осы стейкхолдерлармен жұмыс аясында мен Wild Apricot деген сол стейкхолдерлармен жұмыс істеу бойынша тағы да бір үлкен не бар, информбюро, иә. Сол жерде бүйтіп жазыпты, сіздер донорлардың артында адамды көруді ұмытпаңыздар дейді. Көптеген осындай сервейлар бойынша донорларға ұнамайтын дүние бізден, иә, үкіметтегі ұйымдарда істейтін адамдардан айтады, сіздер бізді қалта көресіздер дейді. Андай сорып алып, максимум ақшаны сорып алуға біз өзіміздің бір объективизациямызды сезінеміз. Сол үшін бізбен қарым-қатынасты адам секілді құрсаңыздар ғой деген бір олардың сұранысы бар екен. Негізінде біз олардан тек қана ақша көретінімізді, ресурсты көретінімізді олар сезінеді екен. Енді ондай жоқ емес бар деп ойлаймын. Енді жай өмірде біз мүмкін ол адамдармен қатты қарым-қатынасқа түскіміз келеді ме, жоқ па деген сұраққа шынайы жауап беретін болсақ, әлбетте біздің басты мақсатымыз жобаға ақша әкелу. Бірақ одан бөлек жаңағы ол адамдардың сондай бір қажеттілігі бар екен, сауалнамаларын айту бойынша, иә. Сондықтан бұған да бір назар аударған жөн секілді. Одан кейін тағы бір момент, ол біз жаңағы Power Dynamic туралы айтқанда, әлбетте біз өзімізді жаңағы құндылықтарымызды, позициямызды
ұстай алу керекпіз. Бірақ соған қарамастан менің ойымша негізінде күшті адам ол қарым-қатынаста жаңағы теңдікті сақтауға жауапты. Өйткені оның күші көбірек. Соны енді бұл енді менің үнім ол донорларға шығар. Сіздер донор болсаңыздар, грант беруші ұйым болсаңыздар, жаңағы теңдікті сақтау және үкіметтік емес ұйымдарға сөйлеу және кері байланыс беру мүмкіндігін беретін сіздер және сол Power Dynamic сақтап отырсыздар ма жоқ па, соны ойлану керек секілді. Және ақырғысы менің ойымша негізінде үкіметтік емес ұйымдарда бұл картада үлкен жауапкершілік. Мысалы, сіздер ойлайсыздар, біз ақша алып отырмыз, ең бастысы және комьюнитиға көмектесіп отырмыз, бенефициарларымызға. Бірақ негізінде донор мен бенефициарлардың ортасындағы көпір сізсіз. Ол енді қайткенмен ол бизнес болуы мүмкін, ол ақшасы бар үлкен конгломераттар болуы мүмкін. Олардың өздерінің де басқа мақсаттары бар. Сіздердің әлеуметтік жобаларыңыздан басқа, ол мақсаттарыңыз бір-біріне ұқсамауы мүмкін, тіпті қарама-қайшы. Сондықтан жаңағы ортада комьюнити бір разменная монета болып қалмау керек. Менің ойымша бұл жерде сол байланыста сіздер қауымдастықты қорғап қалатын жақ болу керексіздер. Өйткені менің тәжірибемде мынандай дүниелер болған. Мысалы, кейбір бір бизнес ақша беріп нетіп жатады да, бірақ айтады, вот сіздердің жобаларыңыз арқылы сол ауылдарда біздің компанияның өнімдерінің жарнамасын жасайық, біздің өнімдерді енгізіп, сол жердегі тұрақты басқа бизнес өкілдерін алып тастайық. Біздікі өйткені андай арзанырақ деп енді өздерінше айтады ғой. Мүмкін расымен де солай шығар. Алайда ол бизнестің аты бизнес. Ертең 3 жылдан кейін мысалы сіздер оларға сол жерге кіруге көмектестіңіздер, ал 3 жылдан кейін мүмкін олардың бағасы артып кетті. Сол кезде олар қайырымдылық арқылы $3 беріп, сол жерде қауымдастықтан $4 алып отыр. Сол кезде ол жерде қауымдастықтарға вообще сіздердің болмағаныңыз жақсы еді, олар в минус уходит на $1. Сол жерде осы нелердің ортасында, әртүрлі стейкхолдерлардың ортасында сіздердің бенефициарларыңыз, жаңағы қауымдастық, көмектескілеріңіз келген қауымдастықтарыңызға зақым тиіп қалмау жағын сіздер жауаптысыздар деп ойлаймын. Өйткені олар сіздер арқылы көпір болып келіп отыр. Бұл да бір сондай бір маңызды не секілді қауымдастықпен жұмыс аясында. Рахмет, Құралай, сен осы қауымдастықтармен жұмыс туралы бастадың ғой. Енді неге біз осы жағын айтып кетсек, себебі стейкхолдерларды мәппинг жасаған кезде неге біз комьюнитиді стейкхолдерларға қосамыз, содан бастасаң. Неге комьюнитиді жаңағыдай жобаны бірге жасауға қосқан маңызды, олармен неге сенімді қалыптастыру маңызды, неге оларды жаңағыдай донорлармен бірдей серіктес ретінде қарастыру маңызды. Бұл енді сенің жаңағыдай нишаң, сенің тақырыбың. Сол үшін осы стейкхолдерларға неге қосылады? Мысалы, сен айттың ғой, бенефициарларды да біз стейкхолдерларға қосамыз дегеніңді, сол туралы көбірек айтып кетсең. Рахмет, Гүлназ. Расымен де оларды жаңағы стейкхолдерлар картасына қосып, донормен бір қатарға қою, олардың субъектілігін көрсету деп ойлаймын. Өйткені біз оларды қоймай, оларды тек қана жаңағы проблеманың бір бөлігі ретінде қарастыратын болсақ, ол толыққанды объективизация, олар біздің бір тәкаппарлығымыз секілді олардың қатысуынсыз біз оларға көмектесеміз, бәрін қазір өзіміз шешіп береміз деп ойлаймыз. Ал негізінде біз шешкіміз келіп отырған жағдай, біз жеткіміз келіп отырған нәтижелерге негізінде біз олардың көмегісіз жете алмаймыз мүлдем. Тіпті ол нәтижелер ол адамдардың өзіне пайдалы болып, ол адамдардың өмірі өзгеретін болса да, ол адамдардың қатысуынсыз сіздерде ешқандай нәтиже болмауы мүмкін жобаларыңызда. Сондықтан ең бастысы оларға жаңағы агенттілік, субъектілікті қайтару. Екіншіден, ол жаңағы логикалық тұрғыдан сіздердің қолыңыздан ол нәтижеге жету келмейді. Өйткені ол сол адамдардың өмірі, ол адамдар сізге дейін сол жерде өмір сүріп жатқан, және сол өмірді өздері сүріп жатыр. Негізінде сіздер болмасаңыздар да сол өмірді сүреді, және олар өз өмірі бойынша бізден қарағанда мықтырақ сарапшы деп айтуға болады. Сондықтан, егер біз ол адамдардың өмірін жақсартуға көмектескіміз келсе, бірінші ол тақырыптағы сарапшылар сол жердегі адамдар. Мысалы, біз ром халқының қауымдастығының өмірін жақсартқымыз келсе, бірінші мезетте біз ром халқының адамдарына барып
сіздердің өмірлеріңіз қандай деп бүкіл материалды сол кісілерден аламыз. Сондықтан бұл жердегі жаңағы донорлар секілді бізге ресурс беретін, осы жобаның потенциалын көбейтетін серіктестердің бірі ол қауымдастық логикалық тұрғыдан. Екіншіден ол біз кейде ойлап қаламыз ғой, енді әлеуметтік жобалар, негізінде әлеуметтік жоба деген енді бір жағынан өкінішке қарай, бір жағынан жақсы шығар, ол біздің индивидуум екенімізді көрсетеді. Андай бәрі скейлинг жасаған жақсы көреді ғой, масштаб. Осы әлеуметтік жобалар андай универсал тұрғыдан масштаб жасауға аса келмейтін жұмыс түрі де, өйткені бұл жерде әлеуметтік жобалар ол көбіне адамның өміріне қатысты, ал әр қауымдастық, әлбетте біз бір-бірімізге мәдени ұқсастықтарымыз да бар, әртүрлі комьюнитилармен, бірақ ерекшеліктеріміз де бар. Сондықтан біз жергілікті қауымдастықты түсінбесек, олардың мәдени ерекшеліктерін білмесек, ол жобаны енгізу біз үшін өте қиын болады, және нәтижелерімізге жете алмауымыз мүмкін. Сондықтан да оларды стейкхолдер мэппингқа енгізіп, осы ақпаратты алған маңызды, және сол ақпарат аясында барлық жаңағы бізде не болады ғой, активити план, соның адаптациясын жасауға ол көмектеседі. Және енді біз оның басқа алдындағы эпизодтарда айтып өттік қой, кез келген әлеуметтік жобаның керемет әлеуметтік жоба көрсеткіші ол қажетсіз болып қалу, жабылу. Біз ондай болып қалу үшін біздің жобада тұрақтылық индикатор болу керек. Ал тұрақтылық индикаторы туралы айтатын болсақ, ол біздің көмегімізді қауымдастық сол өзгерісті алып кете алса, өздеріне алып қалса. Сондықтан да енді олармен бірге істемесек, олар қалай алып қалады? Өзіміз олардың мысалы жерлерінде бірдеңке істеп кетіп қалсақ, бізбен бірге ол дүние кетеді. Ал бірге жасайтын болсақ, қалып қалу мүмкіндігі бар. Сондықтан енді бұл жерде енді комьюнитимен бірге жұмыс істеу өте маңызды. Және айтып өткендей, бізде кейде біздің бенефициарларымыз нақ бір категория болуы мүмкін, мысалы бала деген секілді, бірақ сол жаңағы баланың қасындағы барлық басқа адамдар, үлкендер көбіне, жаңағы ата-ана, мұғалім, олар оның өміріне қатты әсер етеді. Сондықтан сол қауымдастықтың барлығын экожүйе ретінде қарастырған жөн, соны сараптаған жөн. Солай. Мысалы коннектед туралы айтатын болсақ, Гүлназ, сен соны мысал ретінде алатын болсақ, сендерде сол экожүйеде, комьюнитида қандай стейкхолдерлар болды? Сол комьюнитиді айтатын болсақ, сендер жұмыс істеген комьюнити. Рахмет, Құралай. Жаңа айтып кеткен пункттарың үшін. Коннектедқа көшпей тұрып, мен өзім қазіргі жұмысым туралы кішкене айтқым келеді. Негізі комьюнитимен жұмыс, стейкхолдер ретінде оларды қарастыру біз үшін өте маңызды. Себебі, мысалы, біздің грантерлардың кейбір қиындықтарын немесе жаңағыдай жұмысы туралы айтқан кезде біз ең бірінші сұраймыз, негізі ол комьюнити, сіздер барамыз деп жатқан комьюнити негізі дайын ба? Бұл сіздер айтып жатқан жобаға сіздерге рұқсаттарын берді ма? Сіздерге ол жаққа келуге, жұмыс істеуге? Себебі көбінесе кейбір жұмыс біз мысалы интернетпен қамтамасыз етуге жұмыс істейміз ғой. Сол кезде мысалға біз көбінесе индидженес комьюнитимен жұмыс істейміз. Ол жаққа барып мысалғыдай қаладағыдай жасай салу оңай емес. Ол жақтағы жаңағыдай сол комьюнитидің ақсақалынан мысалға рұқсат алу керек. Егер олар рұқсат бермесе, ол жұмыс жүрмейді. Сол үшін жаңағыдай жұмыстың істелу істелмеуі де соған байланысты болуы мүмкін. Комьюнитидің жаңағыдай рұқсаты бар ма, олар қарсы ма, қарсы емес па деген сияқты. Мысалы, көбінесе бізде Қазақстанда былай ашық сияқты біздің қоғамдастықтар ондай мысалы әлеуметтік жобаларға, бірақ мысалы әлемдік тәжірибені қарасаңыздар, әсіресе осы индидженес комьюнитимен жұмыс істеген кезде олар да біледі, мысалға қандай қауіп алып келуі мүмкін бұндай жоба. Сол үшін олар өздерінің жаңа комьюнити үшін ойланатын сияқты, мысалға біз дайынбыз ба, бізге бұл жоба керек па, керек емес па деген сияқты. Кейбір жобалар осындай рұқсат алу үшін бірнеше айлап мысалға уақыт кетеді. Тағы бір қызық мысал, бізде Колумбиядағы бір проектіміз 3 айға тоқтап қалған. Себебі ол жақта жаңағыдай біреу қайтыс болған кезде 3 ай бойы жаңағыдай жоқтау жасау керек екен, мысалға жаңағы ол комьюнитидің несі бойынша, заңдылығы бойынша.
бірақ мысалы мына жақтан келіп жатқан жоба оларға барып айта алмайды, біздің таймлайндарымыз өтіп жатыр, тезірек жасайық деп, иә. Себебі олардың өздерінің жаңағыдай традициялары, өздерінің жаңағыдай заңдары бар. Сондықтан менің ойымша комьюнитиді стейкхолдер ретінде қарастыру осындай тараптардан да өте маңызды. Ал connected туралы айтатын болсақ, негізі connected'тің жаңағыдай организация ретінде қалыптасуына комьюнити өте қатты әсер етті деп айта аламын. Себебі біз ең басты осы техниканы береміз деп бастадық. Бірақ та осы комьюнитимен сөйлесу арқылы олар бізге жаңағыдай обратная связь беру арқылы біз түсіндік жаңағыдай диджитал литерасидің, цифрлық сауаттың қандай маңыздылығы бар екендігін. Сондықтан біз менің ойымша ол жаңағыдай біздің комьюнитидің ойынсыз біздің жоба мүмкін бұлай тұрақты болмас па еді деп ойлаймын. Себебі бір техникамен ғана қамтамасыз ету ол жеткіліксіз, және осы бір жобамыздың осындай бір холистик, яғни жан жақты қарастыруына өте үлкен өз ойын қосты деп ойлаймын. Және де біз одан басқа мысалға мектептермен де жұмыс істейміз. Яғни мектепте де бізге айтады, мысалға балаларға қашан ыңғайлы, қандай форматта ыңғайлы оларға жаңағыдай сабақты өту деген сияқты. Сондықтан біз ол жақтан да қалай айтсақ болады, олардың ойларын өзіміздің жобамызға қосып отырдық. Жобамыздың бастаған кезде тағы да біз ата-аналармен сөйлестік. Ата-аналардың да ойы бізге өте маңызды болды жаңа стейкхолдер ретінде. Себебі біз ойламаған жерден бір жауап келді, иә. Көп ата-аналар менің есімде болса, олардың айтқаны әр балаға былай интернеттік тарифті планды сатып алу қымбат деп айтқан. Яғни біз ол жағынан әрине ол мәселені шеше алмадық, бірақ ол менің ойымда жүреді, мысалға бұл біздің жоба үшін қандай нені білдіреді деген сияқты, біз онда біздің продукттарымызды қалай өзгерту керекпіз деген сияқты сондай сұрақтар туындайды мен үшін. Рахмет, Гүлназ. Және сен айтып жатқан кезде осы не туралы ойладым, тағы да бенефициарлармен жұмыс аясында менің ойымша оларды мәппингке қосу және толыққанды сөйтіп зерттеп зерделеу маңыздылығы. Бұл жерде этикалық сұрақ та бар секілді, қаншалықты біздің іс-әрекеттеріміз біреуге андай артық қыламыз деп екіншіге тыртық қылып қоймаймыз ба деген менің ойымша да бұл жерде сұраққа жауап бар секілді. Өйткені толыққанды сол жерде қауымдастықты зерттеп, қаншалықты расыменен біз сырттан келген андай не дейді ғой, искусственно кіріспеміз ғой енді, иә. Сол кіріспе жасау аясында біреуге артық қылып, сол жердегі басқа адамдарға расыменен тыртық қылып қойған жоқпыз ба, біреуді андай не оставили других в тени, немесе біреуге андай жаңа проблема жасаған жоқпыз ба, иә. Басқа бір категория адамдарға, мысалы біреуді жұмыссыз қалдырып қойған жоқпыз ба деген секілді, иә. Мысалы андай стипендия бағдарламасын әкеліп, ал басқалардың жұмыс істеу мотивациясын төмендеткен жоқпыз ба, немесе андай жаңа бір уақытша жұмыс орнын ашып, басқа сол жерде кішкентай жұмыс беріп отырған бизнестердің андай тұрақтылығын бұзған жоқпыз ба деген секілді, сондай бір сыни сұрақтарға да жауап алуға, сол экожүйенің андай күнделікті бейбіт өмірін бұзып жіберген жоқпыз ба деген сұраққа да жауап іздеуге көмектесетін бір не секілді жақсы іс-әрекет, иә, біздің андай жобаларды жоспарлау аясында. Сол туралы ойладым. Және сен тариф туралы айттың ғой, сол тариф туралы айтқан кезде есіме не түсті, андай айтады ғой, зона влияния, там зона переживаний деп, сен әрдайым ойлап жүремін дедің ғой. Енді бұл жерде енді переживание болмаса да, менің ойымша кез келген әлеуметтік
жағдайлар, проблемалар туралы айтқан кезде оның түбінде жатқан бір институционалды кейде проблема болады, немесе бір жүйелікті көріп отырсақ, бұл жерде енді мемлекет бір үлкен ойыншы ретінде шығатын секілді. Сондықтан енді толыққанды болмаса да проблеманың түбіне жету үшін кейде осы ойыншымен де қарым-қатынасқа түсу керек болып жатады, иә. Сондықтан бұл жерде осы мемлекетпен жұмыс туралы айтып өтсең, олар қай кезде стейкхолдер мэпті пайда болады, және олармен қалай жұмыс істеуге болады, иә, жұмыс істеу керек пе, жоқ па, өзінің бір қағидалары немесе рекомендациялары бола ма? Иә, рахмет, Құралай. Негізі мемлекеттік салада мемлекетпен жұмыс істеу туралы сенің де ойың маған қызық. Менің айтып кететінім, сен жаңа айтып кеттің ғой, ең бірінші пункт қандай политикалық экосистемада, атмосферада біз жұмыс істеп жатқанымыз. Сол үшін мемлекет, сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да өз әсерін тигізіп отыратын сияқты. Яғни егер тікелей жұмыс істемесеңіз де мемлекеттің қандай көзқарасы, қандай аджендасы, стратегиясы және приоритеттері бар екенін негізі әлеуметтік жобаны іске асырушы ретінде біліп отыру керек. Мысалы, әлеуметтік жобаны бәріміз білеміз, қазіргі кезде қоғамдық қорларды қатты тексеріске алуда, иә. Яғни ол сіздің жұмысыңыз үшін ол нені білдіреді. Мысалға, бұл жақтағы мемлекеттің басшысы мысалы климаттық өзгерістер жоқ деп айтып жатыр, иә. Ол мысалы сіздің жобаңыз үшін нені білдіреді? Яғни мемлекеттік тұрғыда администрацияның не айтып жатқаны сіздің жұмысыңызға қалай әсер ететінін ол минимум түрде сіз біліп жүру керексіз. Яғни тікелей қарым-қатынас болмаса да, тікелей бірге жұмыс істемесеңіздер де контекстті біліп жүру керек сияқты. Яғни саясатта не болып жатқанын, қандай жаңағыдай жұмыстар жүріп жатыр, немесе жаңағыдай мемлекет нейтралды түрде ма сіз үшін, немесе бұл тақырыпқа қарсы ма, оны да біліп жүру керек дұрыс сияқты. Яғни ең бірінші контекстті анықтап алған дұрыс сияқты. Одан кейін мысалға менің ойымша шешуге болады. Менің ойымша ол мемлекетпен сізге жұмыс істеу нақты қажет па, қажет емес па, иә. Егер мысалға мемлекеттік сіздің жобаңыз іске аса алмайтын болса, әрине оны да білу керек сияқты. Мысалға, Teach for Қазақстан сияқты жобада ол жақта мысалға мемлекетпен жұмыс істеу ол бір requirement, иә. Себебі ол мемлекет жаңа феллоулар, олар мемлекеттік мектептерде жұмыс істейді, ол мемлекеттік жаңағы сертификациядан өту керек деген сияқты. Жаңағыдай рұқсат алу керек болды. Мысалға, осындай педагогикалық мамандықты осы сертификация арқылы өткен феллоуларға мектепте жұмыс істеуге бола ма, болмай ма деген, оның барлығы үлкен бір процессті алды. Мысалға, Teach for Қазақстан жобасында. Яғни ол жаңағыдай этапсыз проект жұмыс істей алмас еді. Сол үшін бұл жақта біліп жүру керек. Мысалы, ондай қарым-қатынастарды орнату уақыт алуы мүмкін. Ол жаңағыда политикалық will дейді ғой, жаңағыда мемлекет жағынан олардың да мотивациясы болу керек сізбен жұмыс істеуге. Сондықтан осындай мысал келтіре аламын. Ал кейбір әлеуметтік жобалар, олар мысалға мемлекеттің активті түрде жаңағы қарым-қатынассыз іске асуы мүмкін. Яғни сіз өзі жаңағыдай зона влияния деп жатады ғой. Мысалы, қандай түрде жұмыс істегіңіз келеді. Мысалы, коннектедті алатын болсақ, біз жергілікті, яғни мектептермен немесе жергілікті қоғамдастықтармен тікелей жұмыс істей алдық, жаңағыдай барьерсіз. Сондықтан ол проектті бастап кету кішкене оңайырақ болды.
бірақ та мысалға мен ойлаймын біздің digital literacy қазіргі кездегі курсымызды мемлекеттік түрде жүзеге асырсақ қазіргі түрде мүмкін керемет болушы еді. Себебі бізде дайын материалдар бар, біз оларды беруге дайынбыз. Ә, яғни мүмкін біздің жаңағыдай цифрлық сауат бойындағы видеоларымыз бүкіл жаңағыдай мемлекеттік деңгейде оқушыларға әсер етуі мүмкін. А, яғни бұл жақта енді а, мүмкіндік көріп отырмын да мен мысалға мемлекетпен жұмыс істеуге, оларды стейкхолдерлар ретінде кішкене тығызырақ жұмыс істеуге мүмкіндік бар сияқты. Бірақ та бізге кішкене бір екі рет осы видеоларымызды қолдануға рұқсат сұрап келген. Бірақ біз өзіміздің рұқсатымызды бердік. Бірақ ары қарай мен бір конкретный бір нәтиже көрген жоқпын. Біз өзіміз жағынан ашық екенімізді көрсеттік. Мысалға осындай да түрде болуы мүмкін. Бірақ мысалға біз онсыз да ары қарай жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Бірақ енді бұл ықпал ету жаңағыдай деңгейіне ғана әсер етіп отыр, иә. Иә, менің ойымша мемлекетпен жұмыс істеген кезде сіздің бір чемпионыңыз болу керек. Яғни сіз үшін мысалы маңызды жиналыстарда сіздің жобаңыз туралы айтып бере алатын, немесе осындай бір саяси реформалар жүріп жатқан кезде осы мысалға цифрлық сауаттылықтың маңызы туралы айта алатын, немесе жаңағыдай оқытушылардың, сертификациядан өткен оқытушылардың маңыздылығы ретінде айта алатын осындай бір чемпион болу керек. Сіздің сөзіңізді сөйлейтін адам, былайша айтқан кезде мемлекеттік тұрғыда, және де мемлекеттің приоритеттерін білетін, сол жақтағы жолдарды түсінетін адамдар болса, сіздің серіктесіңіз ретінде, жанашырыңыз ретінде ол өте қалай айтсам болады, көмектеседі жобаның ары қарай жүзеге асуына. Яғни және одан басқа енді біздің мемлекетіміздің контекстіне байланысты осындай бір диалогтарға және ресми алаңдарға, менің ойымша әлеуметтік жобаны жүргізетін адамдарға қатысу өте маңызды. Яғни фокус группалар жасап жатады, иә. Мысалға менің есімде осы, по-моему, Teach for Қазақстан аясында да біз осындай бірнеше сол тақырыпқа байланысты фокус группалар болып жататын, білім сапасына байланысты. Мүмкіндік болса ондай фокус группаларға қатысып отыру керек сияқты. Себебі сол қандай әңгімелер болып жатқанын, сіздің жобаңызға қалай әсер ететінін кішкене біліп жүріп, сіздің жобаңызға ол қандай мағына білдіретінін білу керек сияқты, егер мүмкіндік болса, әрине. Және де иә, осы пункттарды айтып кететін едім баста. Иә, сен қалай ойлайсың, қалай? Рахмет, Гүлназ. Менің ойымша жаңағы бастамасында негізінде бірден біз мемлекет деген адамдар андай президент, парламент, министрлік деп ойлайды ғой. Былай негізінде сөйтіп ойлағаннан кейін ой онда ол жаққа жету мүмкін емес, оларға андай выход табу мүмкін емес деген секілді кейде сондай да көзқарас болуы мүмкін ғой. Бұл жерде менің ойымша сіздер өздеріңіздің қазіргі уақытта жобаңыздың даму динамикасына қарап, сіздердің жобаларыңыздың мақсаттарының жету аясында жергілікті деңгейде қандай мемлекет өкілдері бар, мемлекетке қатысты қандай органдар бар, және солармен қалай қарым-қатынасқа түсу керек, сол маңыздырақ секілді. Ол жаңағы жергілікті бір автономияны да көтеретін дүниелердің бірі, иә, ол тіпті кейде оның минусы да бар, кейде болады ғой, министрлікпен, парламентпен, Тоқаевпен бірдей фотоға түсіп, болды енді мен жобамдан астыға өңірлерге енгізсін, өйткені сонымен фотоға түсіпті, министрлікпен меморандумға отырыпты, енді бүкіл өңірлерге андай
не деуші еді, тапсырма ретінде түсіреді, иә, сіздермен серіктес болсын деп. Кейде бұның наоборот кері әсері де бар, өйткені бұл да бір тағыдан да сверху вниз иерархияны қолдану және аутократты жүйенің бенефиттерімен қолдану, андай централизованный властьтың да сондай болып қалады. Және жергілікті қауымдастықтар, тіпті ол мектептер болсын, білім басқармасы болсын, жаңағы акиматтар болсын, сіздерді андай өздерінің серіктестері емес, астанадан жіберген біреу ей мыналармен жұмыс істесін деді емес пе, хат келді емес пе деп сіздерге сөйтіп қарап сенбей жаңағы оларға тоқылдап қоятын сондай адам секілді болып көрінеді. Сондықтан наоборот басында қиын болса да андай жергілікті сол жердегі андай районо, гарано, сол жердегі мысалы сіздер андай здравоохранениеде жұмыс істеп жатсаңыздар, сол жердегі поликлиника деген секілді солармен жұмыс істеп бастаған жөн секілді. Одан кейін сол жердегі адамдарға сұрап, сіздерге министрліктен қағаз керек пе, облыстан қағаз керек пе деп, одан кейін сол қағазға барып, содан кейін астыдан үстіге GR орнатқан негізінде дұрыс, өйткені бұл қиынырақ. Өйткені көбіне кейде андай иерархия бойынша төмен отырған адамдар біріншіден қорқақтауы мүмкін. Мыналар кім, бұлармен жұмыс істесек үстегілер ұрыспай ма, немесе үстегілер айтқан жоқ қой немеге жұмыс істеймін, енді әртүрлі мотивация түрлері болуы мүмкін, иә. Сосын қиынырақ. Әлбетте сіздер үстідегі бір мықты біреумен қарым-қатынас орнатып алса, ол жұмыс істеңдер, приказ дейді, астағылар бәрі жүгіріп істейді. Бірақ бұл жерде енді этикалық та сұрақ бар, иә. Екіншіден жаңағы негізінде аутократияның бенефиттерін қолданып қалу моменті бар, саяси этика, иә. Және үшіншісі ол жаңағы сіздер ұзақ мерзімде негізінде сіздер енді постоянно министрлікпен жұмыс істемейсіздер ғой, сіздер жаңағы сол жерде ауылда, қалаларда тұрып жатқан акиматтағы, гарнизондағы адамдармен күнделікті жұмыстарыңызды жасайсыздар. Сондықтан солардан бастаған дұрыс деп ойлаймын, менің ойымша. Одан кейін жаңағы қатты енді мен қазір білмеймін, енді демократиялық әлемдегі GR мемлекетпен жұмыс туралы айтып тұрған жоқпын. Мен аутократиялықта мемлекеттегі GR жұмысын айтып тұрмын. Бір адамдарға жабысып алып, соны бүкіл әлеуметтік желіде көрсету сіздер үшін үкіметтік емес ұйым ретінде қауіпті деп ойлаймын. Өйткені тіпті сіздер өздеріңіз тәуелсіздіктеріңізді сақтап сөйтіп жүрсеңіздер де қатты біреуге сөйтіп қатты бір мемлекеттің бір өкіліне немесе бір отделына, иә, қатты сонымен қарым-қатынасқа түсіп жатқаныңызды ғана көрсететін болсаңыз, бір жақты ойынды, иә, онда сіздің тәуелсіздігіңізге деген бір сенім жоғалуы мүмкін, қауымдастықтың немесе азаматтық қоғамның. Сондықтан бұл жерде адаммен емес, жаңағы структуралармен достасыңыздар деп ойлаймын, иә. Мысалы сол жердегі бір адам ол бүгін не деп айтады ғой, бүгін тақта, ертең бірдеңке деп айтады. Енді өкінішке орай автократты жүйе она непредсказуема. Бүгін адам бар, мықты болып отырады, ертең бытшын шығарып алып тастайды. Иә, ал көбіне андай сіз адаммен қарым-қатынас құрсаңыз, сол адам кетті ме, болды, ол жерде жүйе сізді ұмытады. Кімсің сен? Мен өзім жаңа командамен келдім, ол адам жоқ, значит сен де жоқсың деген секілді. Сондықтан мысалы сіздер ана жердегі немен андай білім басқармасын, облыстың білім басқармасымен қарым-қатынас құрып жатсаңыз, ол жерде замдар кім, солармен қарым-қатынас құрыңыздар. Және ол жерде андайлар болады, ведущий специалист деген адамдар. Вот қанша басшылық ауысса да, ана жерде 30 жыл жұмыс істеп барлығын біліп отыратын адам, сондай адамдарды табыңыздар. Кейде басшылық көбірек ауысса да, нелер олардың замдары немесе сондай отделдің басқарушылары олар үйтіп тез ауыспауы мүмкін, және бүкіл ақпаратты білетін, андай операциондық кейбір сұрақтарды шешетін адамдар сол болып жатады. Сондықтан бұл жерде жаңағы сол жердегі осы мемлекеттік органдарда жұмыс істейтін қауымдастықты да білу керек. Кім қандай шешім қабылдайды, кім қандай ақпаратты біледі, соған қарай бір адамға ғана жабысып алмай, әртүрлі адамдармен жұмыс істеген дұрыс. Және менің ойымша ашық болу керек. Әлбетте андай олармен жұмыс істеу, ол саяси адженданы қолдау, бүгінгі саяси адженданы қолдау деген сөз емес қой. Өйткені кейбір айтады, мен үкіметті қолдамаймын, оппозициядамын, еткілмейді. Мен түсінемін, бірақ менің ойымша, егер біз әлеуметтік өзгерістер туралы айтатын болсақ, егер біз жүйелі өзгерістерді қалайтын болсақ, мемлекетпен
байланысқа түсесіздер, мемлекетпен коммуникацияға, диалогқа бару керек. Сондықтан бұл жерде ашық болу керек деп ойлаймын. Ашық болу, коммуникацияға түсу, бірге жұмыс істеу, ол бір бірден андай үкіметке сатылу, продаться власти, ондай нәрсе деп ойламаймын. Бұл жерде де осы нәрсе маңызды, менің ойымша. Осы нені түсіну. Это не значит то же самое. Вот, осыны қосайын дегем. Иә, рахмет құралай. Негізі менің есіме түсірдіңіз. Сен осы Тишо Қазақстанды бастаған кезде біз негізі бірден мемлекетке барған жоқ, жаңағыдай парламентке барған жоқпыз. Сен айтқандай біз Алматы облысының білім басқармасымен жұмыс істей бастадық. Оларға не қажет, шынында да біз осы ойлап жатқан мәселе олардың ойынша сол жақта бар ма, қандай қажеттілік бар деген кезде сондай бізде бір кісі болды, өзі бізді тауып алып, өзі бізбен сөйлескісі келіп, өзі осындай немен жаңағыдай ресурстармен бөлісіп, мысалы жылына қанша мұғалім жетіспейді, оның қаншауы пенсияда деген сияқты, мысалға интернетте табуға қиын сұрақтарды бізге өзі көмектесті солай. Сол кісінің жаңағыдай инсайттарын алып, сосын біз жаңағыдай өзіміздің министерствоға хаттарға қостық. Біз осы Алматы облысындағы жаңа білім басқармасымен сөйлестік. Олардың айтуынша осындай қажеттілік бар деген сияқты бізге өте қатты көмектесті негізі ол кісінің осындай қолдауы. Және сен айтқандай бәрін білетін сол жерде болатын кісі бар деп айтып жатсың ғой, сол сияқты ол кісі де шынымен жаны ашитын сияқты болды да. Ол жаңа біздің жобамызды көріп өзі қалай мен көмектесе аламын, қалай осындай сіздерге не керек, біздің облысқа келіңіздерші деп жүрген сондай кісі болған. Сол үшін толықтай келісемін сенің айтып жатқан тезистеріңмен. Иә, бірден мысалға неге министрмен сөйлесе қалу керек емес, негізінде шынында да жаңағыдай қоғамдастықтарда не болып жатқан осындай жергілікті мемлекеттік органдармен сөйлесу арқылы түсінуге болады. Ол жақтағы адамдар, яғни сен айтқандай диалогқа кішкене оңайырақ шығатын сияқты. Сол үшін иә, рахмет сол біздің тәжірибемізді еске түсіргеніңе. Иә, расымен де олар андай ближе к земле дейді ғой, негізінен олардың халыққа жаны ашып, өздері де сол жерде тұратын адамдар ғой, сол мектептерде мысалы өздерінің балалары да оқиды, олар андай түсініп отыр не болып жатқанын, негізін сол жердегі адамдар. Және менің ойымша андай жаңа біз донорлардың объективизациясы туралы айттық қой, әлбетте андай үкіметке сенім аз елде не болады ғой, кейде обобщенно жеккөрініш немесе обобщенно недоверие, да, олардың барлығы андай нетіп кеткен, сатылып кеткен, в общем ешкімнің жаны ашымайды, дұрыс жұмыс істемейді деген секілді. Иә, бірақ менің өзімнің жұмыс істеу тәжірибем мен көрсеткені, менің ойымша кез келген жерде жаны ашып жұмыс істеп жатқан адамдар бар. Расымен көмектескісі келетін, мысалы жаңағы адам енді госслужбадағы ғой, иә, бізде госслужба туралы стереотип бар, иә, госслужбада істейтін адамдар туралы стереотиптер көп. Иә, расымен де кейбіреулер енді ол адамдардың іс әрекеттерімен нетіп жатқан шығар, подтверждаются, да, бірақ жаңағы сен айтып жатсың ғой, ол адам өзі сендерді тапты, иә, өзі ақпарат бергісі келді деп. Негізінде менің ойымша андай жаны ашитын адамдар, сөйтіп жүйеде жұмыс істеп жатқан, серіктестікке ашық адамдар бар, және сол адамдарды таба білу керек деп ойлаймын. Иә, рахмет құралай. Енді менің ойымша біз қорытындылай келсек болады. Біз барлық стейкхолдерларды айтқан жоқпыз, бірақ ең басты осындай кездесетін стейкхолдерлар туралы айттық. Менің ойымша әр стейкхолдерлармен бір бөлек жұмыс істей алу тәсілі бар екенін білу керек. Бірақ та өзіңіздің қандай принциптарыңыз, өзіңіздің қандай құндылықтарыңыз бар екенін білу керек сияқты. Сол арқылы сіз басқа адамдармен қандай мысалға тәсілдер келеді, немесе қандай
что неприемлемо, иә, жаңағыдай біз айтып отқандай, соны біліп жүру керек сияқты. Әр стейкхолдерлармен жұмыс істеген кезде өзіңді ең басты білмесең, кішкене қиын болуы мүмкін, себебі әр стейкхолдердің өзінің жаңағыдай требованиялары, қажеттіліктері болып жатады. Сен қандай қорытынды ойларың бар? негізі сенің жаңағы айтқаныңа қосыламын. Енді қай жерде компромиске баруға дайынсыздар, ал қай жерде компромиске бара алмайсыздар деген менің ойымша сұрақ маңызды секілді, иә. Өйткені сіздерге идеал серіктес ешқай жерде сіздер таппайсыздар. Біз жергілікті қауымдастық туралы айтсақ та, мемлекет туралы, үкімет туралы айтсақ та, жаңағы бизнес, донорлар, медиа туралы айтатын болсақ та, кез келген жерде адамдар, иә, адамдардың әрқайсысының өз ерекшелігі бар. Сіздерге тура егіз лебіз болып кететін адам табыла қоймас. Сондықтан қай жерде компромиске дайынбыз, ашықпыз талқыға, ал мына жерде принципиально осылай ғана істейміз деген дүниелеріңізді түсініп алған жөн секілді. Өйткені кейде бүкіл пунктке қатайып қалсаңыздар, сіз онда жалғыз қаласыздар, ешкіммен жұмыс істей алмайсыздар. Бірақ андай өздеріңізге не маңызды екенін түсінбесеңіздер, онда сіздер тіпті өз мақсаттарыңызға аяғында жете алмай, будете больше теми, кто обслужил, өздеріңізді түсінбей қаласыздар, как вы просто обслужили потребности вообще других стейкхолдеров и не смогли дойти до своих целей в итоге, да, целей проекта социального. Солай. Рахмет, Құралай. Және ең соңғы мүмкін бір ой біздің тыңдармандарға, өздеріңіздің осы стейкхолдерларыңыз кім туралы екенін егер біз тыңдап жатсаңыз, бізге жазып кетсеңіздер болады. Сіздердің стейкхолдерларыңыз кім, арасында олардың қандай маңыздылығы бар екен ойлана кетсеңіздер, және де жаңағыдай біз айтқандай олардың әрқайсысының қандай позициясы бар екен ойлансаңыздар. Жобаның басында, ортасында ол өзгеруі мүмкін. Мысалы, оған қайта-қайта келіп отыру керек сияқты бұл анализге. Сондықтан, иә, осы оймен біздің бүгінгі эпизодымызды аяқтасақ болатын сияқты. Иә, расымен де күшті ой айттың. Жаңағы стейкхолдер мэппинг ол бір әдемі документ емес, құжат басында салып, одан кейін полкада қалып жүрмесін. Ол ойлау әдісі, иә, то есть это образ мышления, когда вы таким образом всегда представляете, принимаете решения, то есть всегда держите это в фокусе, когда принимаете важные решения и так далее. Менің ойымша осы экожүйені толыққанды басыңызда ұстап тұру, сол арқылы шешім қабылдауда ол бір ой өріс спецификасы бола алса, сіздерде сондай құзыреттілік өте пайдалы болады деп ойлаймын. Иә, рахмет, Құралай үлкен. Онда келесі кездескенше. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.